Байқайсыздар, мына соңғы көздері Инстаграмда орамалын тастаған қыздардың видеолары көбейіп барады. Біріншіден, шын қарап шықсаңыз, көбісі бұлар орамал кимегендер, орамал киген адам емес ол. Көбісі таңыршылдер, арнайы заказбен жасалынып жатқаны көрініп тұрады. Ол әшейін орамал таққан болып бір 10 шақты қос салады, артынан бір қарасаң, орамал шешемге келдім деген сияқты. Мысалға адам ақшаны алып, оның ләззатын түсінсе, ақша табудың ләззатын, жалпы ақша деген не екенін, оның құндылығын түсінсе, ешқашан ол ақшаны адам тастап кете алмайды. Тура сол сияқты орамалдың, жаулықтың қаншалықты құнды екенін түсінген адам оны ешқашан шеше алмайды. Оны шынымен егер орамал тағып шешкен адам болса, біліп қойыңыздар, ол адам әлі орамалдың не екенін түсінбеген адам, ол әлі кимеген адам. Орамалды бірінші басқа тағудан бірінші ол жүрекке тағылу керек. Жүректе орамал тағылмайынша, мына бастағы орамал түкке пайдасы жоқ. Келесі мәселе, орамалды шешу, ол ауыр күнәлардан, өйткені ол хиджаб деген Құранда Ниса сүресінде, Ағраф сүресінің 26 аятында, Ахзаб сүресінің 59 аятында, Нұр сүресінің 31 аятында, тағы басқа аяттарда келген Алланың парызы орамалды кию деген. Бірақ соны шешу, ол Аллаға қарсы шығу, ауыр күнәлардан. Ал адам сол мен орамалды шештім деп инстаға салу, күнәні істедім деп мақтану, сол мақтанғанын еще елге тарату. Біліп қойыңыздар, ал кім өзінің күнә істегенмен мақтанатын болса, немесе оны басқаларға жариялайтын болса, онда бұл адам ол күнәні істегеннен де ауыр күнә арқалайды. Оны істегеннен де ауыр күнә арқалайды. Сосын бір нәрсені біліп алыңыздар, көп адамдар орамал тақтым деп қоясыз. Орамал таққан адам өзі көрінуге тиіс, беті, білезігі, одан кейін тобығына дейін. Басқа жерлері түгелдей көрінуі, және пішіні білініп тұруы, дене пішіні харам. Ойлап қараңыздар. Қыздың мына білегі ашылып қалып көрінетін болса, екі аяғының ортасы ашылып қалып көрінгеннен ешқандай айырмашылық, екеуі бірдей харам. Мысалға, мынау қолы ашылып қалған азырақ харамда, екі аяғының ортасы көрініп қалса, ол көбірек харам деп ешкім айта алмайды. Екеуі бірдей тыйымда. Атамыз айтады ғой, баяғы заманда дейді, қыздар резинка болады екен да, жаңағы қол ұзын, жабық резинка киеді. Соны ашылмайды. Кейбір қыздар болады дейді, сол үлкендеу мынандай қолдың жеңі кең көйлектер киіп қалады. Бір жерде қолын көтерген кезде білегі көрініп қалады. Сол білегінің өзі үшін түнімен ұйықтамаймыз дейді. Жаңағы көзіміз елестеп, қызға ғашық болып, ал енді қазір білегінен басқа жерлер ашық жүр, бірақ ешкім мән бермейді қыздарға дейді. Сондықтан әйелдің денесін құнсыздандыру осы орамалды шешуден басталады.